Мына жерде үшінші есепті мысалға алып көрсетейін. Логарифм а плюс 2 негізді а квадрат x тең логарифм x негізді x деп алайық. Енді бұл жерде бұл теңдеуде алар туралы не айтуға болады? Мына а плюс 2 деген логарифмнің негізінде тұр. Ал логарифмнің негізі әр уақытта оң сан болу керек, яғни нөлден үлкен болу керек. Ол бір. Тағы екінші қасиеті, ол жерде негізінде тұрған сан еш уақытта бірге тең болмау керек. Сосын мына логарифм астында өрнекте а арқылы жазылған бір өрнек тұр ғой. Бұл жердегі логарифміміз, логарифм астында өрнек, ол нөлден үлкен болу керек болды. Бұл жерде әр уақытта оң сан тұру керек. А квадрат деп тұр, яғни ол еш уақытта теріс сан болмайды, дұрыс па? Амыз аның орнына теріс сан қойсақ та, оң сан қойсақ та, квадратталғанда бәрі оң болып кетеді. Тек ең бастысы мына амыз нөл болмаса болды, сол кезде шешімі шығады. Амыз нөлге тең болмаса болды. Түсінетініміз ғой, өйткені аның орнында любой сан тұра алады мына жерде. Минус сан да плюс сан тұра беруге болады. Өйткені квадраттағанда бәрі плюс болады да. Сонда аға осындай үш шарт қойдық ал. Осыны әрі қарай жалғастырып жіберейік. Мына плюс 2-ні мына жаққа шығарғанда минус 2 болады. А үлкен минус 2-ден болу керек. Екіншісі а тең болмау керек, минус 1 болу керек. А тең болмау керек нөлге. Сонда аларға айтатын шартымыз мына есептің жауабы шығу үшін а әр уақытта минус 2-ден үлкен сан болу керек, минус 1-ге тең болмау керек, нөлге тең болмау керек. Онда олай болса теңдеуіміз жалғастырайық. Логарифм а плюс 2 негізді а квадрат x тең, мына логарифм x негізді x-тен негіздер бірдей болса, бірге тең болатын еді ғой, не бір. Бұл жерде анықталу облыстары бар ғой, x бойынша анықталу облыстарын қарап жіберейік. Мына x-іміз, логарифм негізінде тұрған x-іміз нөлден үлкен болу керек. Айттық қой жаңа. Мына а квадрат ол әр уақытта оң сан болады. Главное нөл болмаса болды. Енді тек x-іміз оң сан болса, яғни x-іміз нөлден үлкен болса. Және мына жердегі де логарифм астында өрнек, мына да x-та солай ғой, нөлден үлкен болса болды. Ал мына логарифм астында негізіміз x, ол x нөлден үлкен болу керек, әрі бірге тең болмау керек. Осы жүйемізді шығарайық енді. Мына бірінші жазылған теңдеу бойынша а квадрат x ол тең, немесе былай жазайыншы, түсінікті болу мақсатында. Логарифм а плюс 2 а квадрат x тең логарифм 1 дегенді логарифм а плюс 2 негізді а плюс 2 деп жазсам болады ғой. Міне логарифмдер шығып қалады да а квадрат x тең а плюс 2 болады. Енді мен мына жерде логарифмдерді қысқартып тастадым, сол кезде мына өрнек қалды. Бұдан ары қарай енді x-ті табу үшін а квадратқа бөліп жібермеймін бе? Ол үшін а-ны мен екі жағдайда қарастыруым керек. А нөлге тең болуы мүмкін, немесе а-мыз нөлге тең болмауы мүмкін. Егер а-мыз нөлге тең болса қалай болады? 0-дің квадраты көбейтілген x тең 0 плюс 2. 0 тең 2 болып қалады. Бұл жерде шешім жоқ. Ал егер а-мыз нөлге тең болмаған жағдайда, онда x-іміз а квадрат x тең а плюс 2 дегенде екі жағында а квадратқа бөліп жіберем. А квадраттан а квадрат қысқарып, мына жақта x қалады да, ал мына жақта а плюс 2 қалады. А плюс 2-ның а квадратқа қатынасы алады. X-іміз тауып алдық. Жаңа бірақ мынандай шарт қойдық қой, басы естеріңізде ме? Мына жүйені шығарып отырмыз ғой біз. Осы жүйеде мысалға x-ім нөлден үлкен болу керек дедік. Және бірге тең болмау керек дедік. Сол жүйелермен де санасуым керек қой. Енді x тең бірге тең болмау керек деп тұр. Мына а-ның орнына қандай сан қойсақ x-іміз 1 болып кетеді. Сол жауапты да алып тастауым керек қой. Оны мына жерге жазайын.
яғни 1-1-ге тең болмау керек мына өрнегім. А плюс 2 бөлінген а квадрат. Мына x-тің орнына 1 қойып тұрмыз ғой. Так, мынаны пропорциямен шығарсақ, а квадрат тең а плюс 2 а квадрат минус а минус 2 тең 0. А1 мен А2-ні тауып жүрсек, бетпен тауып болады ғой. Так, сонда А1-міз мен А2-міз. Так, минус 1-де 2 болу керек, дұрыс қой. Көбейтсек минус 2 қоссақ плюс 1. Міне аларымыз осы 2 санға тең болмау керек қой. Сол кезде шешім шығады да. Сонда жауабы, көрейік ал жауабын жазып. Бастапқы айттық қой. Минус 2-ден үлкен болу керек дедік. Сол минус 2-ден бастаймыз оған. Минус 2-ден бастап нешеге шейін дейміз. Минус 1-ге тең болмау керек дедік міне. Ең бастапқыда. Жаңағы соңғы шаған есебімізде де солай болып тұр. Минус 1-ге тең болмау керек деді. Минус 2-ден минус 1-ге шейін бірігу. Ары қарай алып кетейік. Минус 1-ден осы 0-ге шейін ғой, есептің шартында тұр. Бастапқысында 0-ге тең болмау керек дедік. Минус 1-ден 0-ге шейін бірігу. 0-ден бастап тағы неге тең дедік. Міне 2-ге тең болмау керек дедік. Соңында тағы шарттық міне. 2-ге шейін. Сосын енді ары қарай уже бәрін ала береміз. 2-ден бүлікшегістікке шейін. Мынау бізде айтып тұрған мәндеріміз. А-ның мәнін айтып отырық қой әлі. Түсінесіңіз ба? Егер А-ның мәні осындай болса, бұл А-ның мәні, А-ға тиісті мәндер. Онда жауабымыз бұдан x-іміз не болып тұр? X-іміз тең болып тұр міне. Мына өрнек А плюс 2 бөлінген А квадрат. Ал мынадан басқа жауаптар бар ғой, мына А-ның тиістіне жауаптан жазып қойып тұрмын, осы аралықта жауап болады деп. Ал бұдан басқа жауаптар не болады? Жауабы жоқ болады. Яғни А-ның басынан минус x-тен минус 2-ден бастап деген. Ашық көрсетейікші. А мысалы қалып қойған қандай аралық қалып бізде? Минус x-тік пен минус 2-нің арасы қалып қойды ғой. Сосын не қалып қойды тағы? Ең қалған сандар ғой қалып қойған. Мысалы минус 1, мына жерде минус 1 жақсы жай болып тұр ғой. Фигура жасақ, минус 1 өтір арқасып қойып. Мына жерде 0 кірмей қалды. 2 кірмей қалды. Осылардың бәрі фигура жасап қойып. Минус x пен минус 2-нің арасы болса, А-ның мәні. Немесе А-ның орнында минус 1, 0, 2 тұрса, шешімі жоқ болады. Осындай есеп үшіншісі.